Ассалаумағалейкум достар, қазір Құрмаш Махановтың жан сырым және де ансарым әндерін гитарада ойнап үйренеміз. Достар, өткендегі айтқан гитарадан онлайн курсының басталуына бір аптадай уақыт қалды. Егер естімегендер болса, мен қазір кішкене ақпарат айтып жіберейін. Менің гитарадан онлайн курсын телеграм каналда өтетін болады және де ол жерде 8 сабақтар негізгі тақырыптар қозғалған. Соның ішінде баррені қалай ұстау керек және де аккордтар туралы, мелодия ойнап үйренеміз, шерті ойнап үйренеміз, бочка ұрып үйренеміз деген сияқты көптеген негізгі тақырыптарды алып сол курсқа қосқан болатынмын. Егер де сен ойнап үйренгің келсе, қазірден бастап, нөлден бастап жатса немесе дамытқың келсе, сол курсқа жазылуына мен кеңес беремін. Ол курс әрине тегін болмайды және де қымбат та болмайды. Бірнеше күннен кейін мен толық ақпаратты телеграм каналға салатын боламын. Телеграмға қосыл, ссылкасы төменде болады. Және мен алайын деп жатқан микрофонға әлі де ақша жиналып жатыр. Қазір 45.677 теңге жиналды. Микрофонның бағасы 1000 теңгеге өсіп кетіпті Каспийде. Енді сол микрофонды аламын деген үміттемін. Айтатын нәрсенің бәрін айтып болдым, енді разборды бастайық. Ең алдымен мелодиядан бастайық. С аккордын ұстап тұрамыз. Одан кейін мына жақта былай ойнаймыз. 5, 3, 2, 1 деп ойнаймыз. Бірінші, одан кейін G аккордын ұстағандай боламыз. G аккордын ұстаймыз, бірінші струнаны тек жібереміз. Мына жерде 6-дан бастаса болады, немесе 5-тен бастаса болады. Мен 6-тан бастаймын. 6, 3, 2, 1 дейміз сосын. Екеуін қосамыз С аккордына. 5, 3, 2, 1, одан кейін G. Бірінші струнаны бірге баспаймыз. Ойнаймыз. Одан кейін AM аккордын ұстаймыз, былай ойнаймыз. 5, 3 дейміз де 1 мен 2-ні екеуін бірге былай ойнаймыз. 1 мен 2-ші струналарды. Қайтадан AM аккордын ұстап тұрмыз. И 5-ші, 3-ші, сосын 1 мен 2-ні екі рет ойнаймыз. Одан кейін 4-ші саусақпен кішкентай 2-ші струнада 3-ші латты басып қаламыз да деп ойнаймыз. Одан кейін деген істейміз. 1-ші латтан 3-ші латқа былай істейміз. 1-ші латты ойнаймыз. 3-ші латты басып қаламыз, сосын қайттан аламыз. 1-ші латты ойнадық, 3-ші латты басып қаламыз, аламыз. Деген болар. 1-ші латты ойнадық. Енді қосамыз. AM аккорды. Басынан бастап. С, G, AM. Одан кейін төменге түсіп кетеміз. Бұл жерде мұна 5-ші латта 1-ші струнда, одан кейін 2-ші струнда, 6-ші латта, 3-ші струнда, 7-ші латта. Ойнаймыз 4 ойнаймыз да, одан кейін мұна 3-ші, 2-ші, 1-ші струналарды бірге ойнаймыз 3 рет. 4-ші струна и 3-ші бірге. Одан кейін бұлай істейміз. Мұна нені ойнаймыз? 3-ші саусақпен 3-ші латты ойнаймыз. 1-ші струнада ойнаймыз, сосын барып деп іліп аламыз 1-ші латқа. Деп басып қаламыз 1-ші латты. Бірді ойнайық. Сосын ашамыз. Тағы іліп аламыз, бұлай ілеміз 3-ші струнада. 3-ші латты. Тағы да ашып қаламыз. Давай қосайық. Одан кейін 2-ші латта 1-ші латты, 2-ші струнада 1-ші латты ойнаймыз. Сосын барып 3-ші латты ойнаймыз 2-ші струнада. Барлығын бір қосып ойнап шығайық. G, AM. Атымын жақайтым. Одан кейін ұстап тұрамыз 3-ші латта 2-ші струнада. Ойнаймыз 1, 2, 3, 2. 1, 2, 2 дейміз де, мұна жақтан 4-ші саусақпен слайд жасаймыз. 3-ші латтан 5-ші латқа. Сосын қайтып келеміз. 3-ші латтан 5-ші латқа слайд. Қайтып келеміз. 2-ші струнадан дәл солай жасаймыз. Сосын 2-ші латты басып қаламыз. 1-ші латты басып қаламыз. Тағы да. Одан кейін қайтадан 2-ші рет қайталаймыз барлығын. Тек соңғы жағында өзгереді. Потом мына жерде
та-та-там, та-та-там деп ойнаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 рет ойнаймыз. Өздерің білесіңдер, бірақ 2 ретте ойнасыңдар болады, 4 ретте ойнасыңдар болады. Сосын әнді айтып бастаймыз. Жаңағы мен ойнаған мелодияны егерде мына жерде каподастрсыз ойнайтын болсаңыздар, онда осы жерден бастайсыздар. Ал егерде мына жерге дауыстары келмейтін болса, онда каподастрды қойып, ыңғайлы өздерінің дауыстарын ыңғайлы етіп, және осы жерден ойнайсыңдар мелодияны. Дәл жаңағыдай тек қана каподастрды қоямын. Деген сияқты кез келген жерге қойсаңыздар болады, өздеріне ыңғайлы дауыстарында қоясыңдар. Ал мен жаңағанды өзімнің даусымнан ыңғайлы етіп каподастрды қойдым. Бастайық. Мен куплетті айтамын, сосын разборды бастаймыз. Жарқыраған үнемі үміт оты, күнімді жалғайсың. Сән көркіңді көргенде ел жүрегі баурап мен алғайсың. Қадірлі нұр ойнаған дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған мінезіңнен, шыдам шексіз сезімнен. Енді куплеттің разбор жасайық. Бұл жерде бізге керек аккордтар мынадай: С, одан кейін АМ аккорды, сосын F, G. Так, мына жақта біздер перебордың 3 түрі бар. Біріншісі былай ойнау, сосын екіншісі былай. Бірінші жай ғана 5, 3, 2, 1 деп ойнаймыз. Жарқыраған үнемі үміт оты деп ойнасақ болады, әлде былай ойнасақ болады. Жарқыраған үнемі. Бұл жерде 5, 3, сосын 2 мен 1-ді бірге ойнаймыз, сосын 3-ті ойнаймыз. 5, 3, 2 мен 1 бірге, сосын 3. 5, 3, 2 мен 1-ге, сосын 3. Мен екеуін араластырып ойнадым жаңа, сізде солай ойнай аласыңдар. Одан кейін мына жерде қадірлі нұр ойнаған деген кезде 8-дік перебор бар. 8-дік перебор мына 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Осылай. Тек АМ аккордынан бастаймыз. Қазір ол переборды АМда 5-те ойнаймыз, Ф'да 6-да ойнаймыз. Одан кейін қайда барамыз? Одан кейін F-ға барған, G-ға барған кезде 6-дан ойнаймыз, және C-ға барған кезде 5-тен ойнаймыз. Енді бастайық. Бірінші аккорд C. Бастаймыз. Жаңа мен 2 переборды басында айтқан, соны мен араластырып ойнаймын, сіздерде солай ойнай аласыздар. Дәл менікінде ойнамасыңыздар. Жарқыраған дегенде жаңағы мелодиядағы G-ді ұстаймыз. Бірінші сторынан ұстамаймыз, осылай қоямыз. Үміт оты. Басынан бастап айтайық. Жарқыраған үнемі үміт оты. F-ға барамыз. Күнімді жалғайсың. G-ға барамыз. Одан кейін бұлай ойнасаңдар болады. Бағанағындай. Бұл жерде 3-ші латтан 5-ші латқа слайд жасадық. Слайд. Сосын қайтып келеміз. Сосын екінші тұрында дәл жаңағыдай істейміз. Немесе істемесеңдер болады просто. Алғайсың деп осылай ойнайсыңдар болады. Қайттан. Сән көркіңді көргенде ел жүреді баурап мен алғайсың. Жаңағы айтқан 8-дік перебормен жалғастырамыз. АМ аккорды. Қадірлі нұр ойнаған, бір-бірден. Қадірлі
шексіз таң қалдырған деп те ойнасаңыздар болады. Жалғастырамыз. Садан бастаймыз. Сабыр салған мінезінен шыдам шексіз сезімнен. Енді қайырмасы. Қайырмасында былай ойнауға болады, мынандай аккордтармен. А деген аккордпен, одан кейін мынандай F диез М деген аккордпен, одан кейін келесі D аккордымен және де соңғы E аккордымен ойнауға болады. Ал егер де мына F диез мен қиын болып, немесе басқа аккордтар қиын болып жатса, онда жаңағы 4 аккордпен де айтсаңыздар болады. Қазір мен бірінші вариантпен айтамын. Аяулым айқын бейнен танымай, ақмандай арманым айдында. Аяулым айқын бейнен танымай, ақмандай арманым айдында деп айтсақ болады, немесе келесі С аккордын бассақ. Аяулым айқын бейнен танымай, ақмандай арманым айдында. Аяулым айқын бейнен танымай, ақмандай арманым айдында деп аккордтармен ойнасақ болады. Мына жақта біздер сегіздік переборды ойнадық бағанағы. Міне достар, осылай бұл әннің разборын аяқтадық. Ал енді Ансарым әнін үйренейік. Мен сіздерге бірінші айтып беремін, сосын разбор жасаймыз. Сен іздеп күнім жиекке жығылады, қызылда жасыл дүние құбылады, жанарыма кеп түйір жас тығылады. Сезімнің тамшы әйнекке ұрылады, сыңар аққудың сынсиды сынығаны, сол әнді жаным өзіндей кім ұғады. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайрылмастан аспа еркенім. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін сағым болған менің көктемім. Бірінші шумақтың аккордтары мынадай: АМ, одан кейін ЕМ, содан кейін ДМ, G және Е деген аккордтар. Бірінші несін көреміз, шумағын үйренеміз, сосын қайырмасын бөлек үйретеміз. Бастайық. Мына жақта қағыз сегіздік болады. Сегіздік, бірақ былай ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, сосын төмен, жоғары, төмен, жоғары. Тағы да төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Екінші қағыз бар, мынандай. Осы қағызбен де айтсаңдар болады. Бастайық. Бірінші аккорд аян. Сен іздеп күнім жиекке жығылады, қызылда жасыл дүние құбылады, жанарыма кеп түйір жас тығылады. Сезімнің тамшы әйнекке ұрылады, сыңар аққудың сынсиды сынығаны, сол әнді жаным өзіндей кім ұғады дейміз де қайырмасына кеттік. Қайырмасында аккордтары мына АМ болады, одан кейін ЕМ болады, содан кейін F бар, С, сосын G деген аккордтары үйренейік. И сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткенім. Бұл
сегіздік қағысты екіге бөліп тастадым. То есть кеткенін екі төмені ц-ға ойнадым да қалғанын ж аккордына ойнадым. Кеткенін и жалғастырамыз. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін, сағым болған менің көктемім. Бұл жерде негізі екі түрі бар. Ц-дан ж-ға бару болады, немесе ц-дан е-ге бару болады. Бұлай болады. Сағым болған менің, сосын міне көктемім деп ойнауға болады, немесе көктемім. Негізі көбінесе ж-мен ойнайды, осымен дұрыс. Және екінші шумағына келген кезде бірінші шумақ сияқты етіп ойнайсыздар. Достар, осылайша Құмаш Махановтың екі әніне разборды аяқтаймын. Егер де каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп, және де қоңыраушаны басып кет. Егер де разбор ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта көріскенше, барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңдар.